Енді кез келген адам сапалы медициналық көмекке қол жеткізе алады. Бұл үшін медициналық сақтандыру қоры құрылды. Қорға қаражатты кім қалай аударады? 2018-2019 жылдары жұмыс беруші аударымдары жұмыскер табысының 1,5% құрайды. Ал 2020 жылы бұл көрсеткіш 2%-ға тең болады. Жеке тұлғалар 2020 жылға дейін қорға қаржы аудармайды. Азаматтық құқықтық шарт бойынша жұмыс істейтіндер қорға өз табысының 1%-ын аударуға міндетті. 2020 жылдан бастап жеке кәсіпкер өз үшін айлық жалақының ең аз мөлшерінің 2 еселенген көлемінің 5%-ын аударады. 2020 жылдан бастап жұмыс істемейтін азаматтардың аударымдары ең төменгі айлық жалақының 5%-ын құрайды. Қаражатты Қазпоштаның немесе кез келген банк бөлімшелері арқылы қорға аударуға болады. Сіздің мәліметтеріңізбен аударылған сомаңыз азаматтарға арналған үкіметке түседі де, сол жерде тексеруден өтеді. Егер мәліметтерде қате болмаса, сіздің төлеміңіз Қазақстан ұлттық банкіндегі медициналық сақтандыру қорына түседі. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру, салауатты келешекке қадам басыңыз.